Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде басқа ракурс подкастымыздың екінші шығарылымы. Бүгін бізде керемет қонақ. Бұл қонақта барлықтарыңыз білесіздер, көріп жүрсіздер. Бүгін бізде қонақта Рамазан Фаилов. Қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, рахмет көп. Сәлем. Жақсы бәрі. Мен айтып жатырмын ғой, кеше де танысқан кезде айтып жатырмын да. Бұрында үйімізбен енді жайдарман көріп өстік қой бәріміз. Соны сіз шыққан кезде үйдегі мама бәрі қуанатын. Осы бала қазір күшті айтады. Осы бала қазір дөп айтады. Осы бала қазір жарады деп ше. Өйткені менің ойымда арзан күлкілер шыққан кезде қазір бір саясатты айтады. Қазір бір жарып жібереді. Қазір деген осындай бір ассоциация қылып кеткен да. Сондықтан көріп жүрміз. Қош келдіңіз. Рахмет көп. Шақыртуымызды қабыл алып, бүгін сізбен жалпы осы Қазақстандағы енді қазір сіз жайдармандан артқы бэкстейжінде жүрсіз қой. За кадрым. За кадрым жүрсіз қой. Сондықтан бізде осы басқа ракурс деп атаған себебі де осы да. Артта жүрген адамдарды шығару, артта жүрген адамдармен тілдесу деген сияқты болған. Бізде бірінші қонақта режиссер қыз болды. Тоже Америкада оқып келген деген сияқты. Сол үшін бүгін бір сценарий бойынша сізбен кино саласы, видео саласы, енді киноны айтқан кезде оның ішіне біздің де жұмыс кіріп кетеді. Коммерческий роликтар болсын, андай нелер болсын, жалпы кино жайлы, бүгін бізде Қазақстан жайлы. В общем, андай ғой, өзіміз отырып әңгіме айтатын подкаст бұл. Қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жақсы, бәрі күшті, керемет. Ана бар еді, сіз қазір қайдасыз дейтін сұрақ бар ғой. Солай бастаймыз ба? Жалпы қазір қандай қызметтесіз, не істеп жатсыз? Қызметте сол жайдарманда. Официально енді былтыр кеттім жұмыстан. Штатта ештеңе жоқпын, тек топ лигада, жоғары лигада. Әзілдерін редактор ету, сол ғана жұмысым баяғыда енді бұрын 100% сол жақта болатын болса, қазір 30% сол жақта жүрмін. Жай енді қан ауыстыру керек деп айтады ғой. Жаңа буынды басқа редакторларды орын беру керек деген өзім ойға келдім. Жай сондықтан кеткен дұрыс деп. Себебі ешкім қуып жатқан жоқ, бәрі жақсы. Бірақ та жаңаша бірдеңелер көру үшін, сол нәрсе үшін солай дұрыс деп. Консультант ретінде сол айналада жүремін, бәрі енді одан қатты алшақтап кетемін деп. Әзілдерді, получается, қазір жайдарманда ойнап жатқан әзілдерді сіз редактор жасайсыз, иә? Кейбіреулерін жазасың, өзіңіз ойнауды қашан қойдыңыз? Жайдарманнан қашан кеттіңіз? Енді 12-де чемпион болдық, чемпион бір жыл демалды, 13-те, 14-те сол соңғы маусымымыз болған шығар. 14-те маусымда біз өкінішке орай аяқтай алмай қалдық. Телевидение ашылды, қалалық балалар сол жаққа жұмысқа кіріп кетті. Приоритеттер басқаша болды да, көзқарастар. Жігіттер айтты, біз соны таңдаймыз, сол жақта жұмыс істеуіміз келеді деп. Сосын жақсы, сөйтіп біз Сағыз командасына нені бергенбіз, путевканы, жолдамамызды сыйға бергенбіз. Сол себепті сол 14 шығар соңғы маусымымыз. Енді мынандай ғой, сізбен осылай сөйлесуіміздің бір мақсаты да андай болды да, жалпы енді бәрі айналып келгенде кино болсын, видео болсын, бәрі жайдарман болсын деп айтайын. Бәрі сценарийға келіп тіреледі. Сценарий айтатын әңгімең, ол жақта бір дұрыс па, бұрыс па. Сен әзіл арқылы жайдарманда мақсат сол деп ойлаймын. Әзіл арқылы қазіргі болып жатқан бір актуальный темаларды түртіп қалу, халықтың ойына жеткізу. Енді бұрында болады ғой, бұрында бір кісілер әзілмен жеткізген ғой. Көп жерде енді былай дөп айтқан қарағанда әзілмен жеткізген деп. Жайдарманды негізі сол үшін көретін едім. Бір керемет дүниелерді осылай естіп қаламау, бір актуальный темаларды қозғап қалады деген сияқты. Сол жағынан да сіз көп адамдардың жүрегінен орын таптыңыз деп ойлаймын, дөп айтумен. Енді қазір жалпы сценарий жағында жүрсіз. Сценарий жазасыз жалпы. И негізі қандай киноларға жаздыңыз ба? Кинолар болды, бірақ енді шын айтайын, мен ұнайды мына жер деп айта алмаймын. Ол киноларды тек тәжірибе үшін былай көрген кездер болды. Көбінесе ситкомдар, сериалдар болды. Былай қарасам, кешеде бір 30 бен 50-дің арасында ситком, сериалдардың авторы болғам. Ешкім орда нені титрді оқытпайды ғой, қай жерде барсын білмейді. Сондай скетчтер, тағы оларды санамаған кезде телевизиялық жобалар бар. Үлкен кинода 2 кино мысалы не болды? Тойхана болды. Енді Тойхана орада авторлық сбор болды бізде бір апталық. Алишер Утевтікі. Ол енді халтурный комедия конкретно айтқан кезде ояқта глубина ештеңе жоқ. Жай халық күліп. Қателеспесем Аппақ келін, иә? Аппақ келін екіншісі. Аппақ келінде бірақ мен соңына дейін барған жоқпын, өйткені бір линияда біз келісе алмай қалдық. Оппа, қандай линия? Неде ол енді бытовой комедия ғой, жанұялық тұрмыстық комедияда келін мен ененің арасындағы. Мен айттым, ол комедияның ішіне шамалы тереңдік берсек, тек қана болмаса, үшінші бағыт қоссақ деген ой болды.
ол жерде неге енді түбі Алашордаға қарай кетеді да. Әжесі Алихан Бөкейханмен жаңағыдай фанатить ететін болады, немересінің атын соған қойған, и сонымен өмірі параллель жүріп жататын қылып та. Сол линияда біз келісе алмадық. Продюсермен де келісе алмадық. Сосын Сержан Серікбаев не істеген сериалды сол автор идея сол негізінде. Сосын Сержанға айттым, Сержан енді мына жерде көзқарасымыз екіге бөлініп жатыр. Негізі Сержанға да ол нәрсе ұнады деп ойлаймын. Бірақ продюсермен біз келісе алмадық. Сондықтан айтамын, енді сен бастадың, бұл істі сен бітіргенің дұрыс. Мен арада артық болып тұрған сияқтымын. Сөйтіп мен кеттім неден. Соңына дейін бітірген жоқпын ол кино. Бірақ общий линия бәрінде толықтай енді 80% кинода болдым. Диалогтарында ғана болмаған шығар. Диалог теретін кезде қалғанында. Одан кейін адаптация жаңағы история игрушек хикаясы 4-ші несі. Сол соңғысы ма деймін, одан кейін шыққан жоқ сияқты есту керек. Сол кезде ол жұмыс маған тәжірибе болды. Қалай жұмыс жасайды, шетелдіктер қалай, сол үшін ол жерде енді сценарий, дайын сценарий ғой, просто соны біз менталға шамаға келтіресің. Сол болды, үлкен кинотеатрдан көрсетті деген дүниелер. Былай короткометражка, тағы бірдеңе, соны түсірдік, ол жерлерде болды. Жалпы кинодан алыс емессіз ғой. Сол жерде жүрсіз ғой. Раке өзіңіз айтып жатсыз ғой. Жаңағы комедиялар жаңада келіспей қалдық деген сияқты. Менде өзімде көкейімде бір жүрген сұрақтар бар да. Жалпы мен деп айтпайын, ол Қазақстанда мен көп достарымның айтатыны. Неге комедия қазір Қазақстанда, неге барлығы комедия түсіріп кетті, немесе ол сценаристердің несі ма, неге комедия болды Қазақстанда? Енді неге байланысты ғой? Біздің сұраныс сондай ма? Сұраныс сондай, біріншіден, екіншіден комедияда көп нәрсе кешірімді ғой. Көп нәрсені күлкімен жауап кете аласың да. Комедияда мысалға басты кейіпкер хот-дог жей салуы мүмкін, самса жей салуы мүмкін, олар да күлкілі болса болды да. Егер сен жаңағыдай драма түсіретін болсаң, мелодрама түсіретін болсаң, нелер картина әдемі болу керек, локация әдемі болу керек, ол қымбат шығын. Сосын көрерменді сен сол әдемілікпен ұстап, мағынаны сосын сол арқылы ғана бере аласың да. Комедияда жаңағыдай жеңілдеу деп ойлаймын енді. Бір себебі сол үшін комедия көбісін түсіретін себебі заморачиваться ету керек емес комедияда көп. Күлкілі. Мағынаны бер алсаң бердің, бер алмасаң басты талапты орындадың, күлкілі. Бірінші нәрсе осы деп ойлаймын. Екінші нәрсе енді авторларда, мысалы мен қазір көптен бері драматург, мысалы осындай киноны жазған кісілерді мен білмеймін. Көптен бері жолықтырған жоқпын. Ол кісілердің буыны кетті ма, білмедім, басқа жаққа ауысып кетті ма. Барлығын жасап жатқан жастар енді біздің буын ғой қазір. Мүмкін бұл жігіттер 40-45-ке келген кезде комедиядан басқа дүниелер ақыл піскен кезде шығатын шығар деп ойлаймын. Менің ойымша. Деді жаңағыдай нәрсе, мана әңгімемді аяқтап тұрсам, келісе алмай қалған жағдайлардың көбісі болған себебі бірінші мен әлі дайын емеспін ойлайтын болдым толық метражды киноларға. Іштей мен әлі оқу керекпін, қаралу керекпін. Енді дайын болдым деген кезде жаңағыдай жас болып тұрған кезде 20 жаста, 23 жаста сен дейтін басқаша ойлайсың, давай жазам, болды, жаңағыдай кеттік, вот. Ана кезде жаңағыдай посылды ойлайсың, бір дұрыс насихат болу керек, ішінде дұрыс әңгіме болу керек, соның бәрі. Көп жағдайда енді осы соңғы бір жылдықтың өзін алатын болсақ, неше бір 2-3 продюсермен келісе алмадық. Бағада емес, ең қызығы. Мен бағаны бірінші уақыт неге қойған жоқпын. Мен сұраймын енді белгілі бір суммадан, жұмыс қой дейтін бір күнде бітетін жұмыс емес қой. Бірақ бізде жаңағыдай глубина дейді ғой, тереңдігі, фильмнің екінші линия не болады, астары не болады, сол нәрселерде келісе алмау болды. Маған шамалы келіңкіремейді, мен КВН өзінде де шамалы дұрыс нәрсе неге тырыстық қой. Сондықтан сол мектеп болып қалыптасып қалды да, сондықтан сондай бір нәрсе істеген келеді. Ол енді білмеймін, мүмкін менің басымдағы таракандар шығар, мүмкін олай қарамау керек шығар. Бұл менің травмам шығар дейсіз ғой. Мүмкін солай. Просто комедия достарымыздың бәрі айтады да, барғың келмейді дейді, уже Қазақстанның киноларында бір қазақша кино шықты ма, уже андай ассоциация қалып кеткендей. Комедия болды. И ішінде тым андай әзілдер тичка, и ең сонда бір нәрсені береді. Тичка, ең сондай деп бір нәрсені береді да. Андай. И мені соңғы бір енді айта берейін. Кімнің Нұрлан Қоянбаевтың соңғы киносы қандай еді? Қазақ әлемі. Қазақ әлемі дегеннен кейін әжемді апарамын ғой. Мамамды, папамды, әжемді, өзім төртеуміз барамыз. Кинотеатрға отырық. Әжем соңғы уақытқа дейін дым түсінбей отты ғой. Осылай отырды.
ана жақта барлық тычкалар ғой енді ана тиктоктағы приколдар, ана жақтағы приколдар, жастар түсінетін приколдар. Мен әжеге түсіндіріп отырмын. Әже, мынау қазір тиктокта осындай хит болып жатыр деймін. Тикток не, оған хит не түсінбейді ғой. Әжеме қарап қоямын бүйтіп. Папам мен мамам енді бәрі оларда да тикток болғанмен олай отырмайды. Ең соңында барып Нұрлан Қоянбай жаңағы ана батырмен кездестіріп, міне біз осындаймыз, міне қалып кеттік біз, осындай дегеннен кейін барып әжем бүйтіп отырған адам бүйтіп отыра бастады, қызық бола бастады ол кісіге. И сосындай структурный, осы структурада жазылатын жалпы сценарий, жалпы қаншалықты дұрыс, немесе өзіңіздің осылай бір жазған кезде негізі оны солай жазылған, негізі жазылу керек па? Енді біз сценарист емеспіз ғой. Әлде оның структурасы басқа болу керек па жалпы? Мен жаңағыдай Нұрлан ағам білемін, аудиторияны жақсы өлшей алатын кісі да. Ол жас аудиторияға арнап киноны жаздырған сияқты. Осындай маған дүние керек. Ол аудиторияны сезіну енді бар ғой, 100-ден 100 шығар ол кісіде бар ғой. Не керек дәл қазір қалай нәрсе айту керек деген. Енді 5 жыл бірге жұмыс жасадық қой. Ол кезде өте көп нәрсе үйрендім да ол кісіден. Сондықтан ол фильмді сол аудиторияға арнап шығарған секілді. Бұлай жалпы келетін болса, көп фильмдерде қарайсыз ғой. Енді қалай түптің түбі келген кезде бар ғой, жаңағыдай неге келеді ғой? Қаражат мәселесіне келеді. Бізде енді көп жағдайда авторларды световиктен кейінгі деңгейге қояды ғой, шын керек. Соңғы бәрін дайындады, команда дайын, актерлар дайын, енді сценарий керек дейді. Ол олай емес қой жұмыс. Бірінші сценарий болу керек сенің қолыңда. Сосын сен содан бағыт алу керексің да. Негізінде. Мысалға 2 миллионға мысалға бір киноға балдарды іздейді да. Енді 2 миллионға сен студент баланы немесе енді оқуын бітіріп, енді бұл жолды бастап жатқан баланы аласың да, ода тәжірибе жоқ. Сценарий жазуда. Киноға 2 миллион теңге жас бала, студент балаларды алады. Сосын ол бала не жазып береді, енді одан не сұрай аласың, оның максимум сол, оның көз қарасы сол, ол жанұя құрмаған, ол кейбір этаптарды өтпеген, бастан өткізбеген терең, ол сезіне алмайды да ол нәрсені. Сондықтан ол барын берді, бұл сол сценариймен басталып кетті. Сосын жаңағыдай съемкіші площадкеде жаңа по ходу дела импровиздар кетті, тағы тиктоктағы приколдар кетті. Арасына тығылды. Сосын монтажердің миы қатады, нені қай жерден алу керек екенін білмейді, бекітілген нақты сценарий болған жоқ та. Ең бірінші проблемалардың сол өте жас сценаристерді ала берсін, не жоқ. Бірақ та оның қасында міндетті түрде тәжірибелі сценарист керек, бағытта отыратын, қарап отыратын, глубина деп қайта айтып жатырмыз ғой, сол нәрсені бере алатын, түсіндіре алатын. Сол болған жағдайда бірінші нәрсе сол сценаристердің бағасын өсіру керек та, сосын талап қою керек. Мен саған берем осындай, бірақ та маған осындай дүние керек деген сияқты. Мен де продюсерлермен келіскен кезде, мне этого не надо дейді. Маған керек емес маған дейді. Маған просто смешной, трэшевый комедия керек дейді. Мен сен маған сұрап отқан жоқпын. Мен айтамын, мұнда басқа біреумен істеп көріңіз, мен істей алмаймын ол нәрсені. Мен қолымнан келмейді. Мен КВН өзінде де бүйтіп халықты талдырып күлдірген ештеңем жоқ. Дұрыс пікірлер, дұрыс көзқарастар айтатын болды, аудиторияға солай жұмыс жасадым да. Оны жасай алатын басқа жігіттер бар, оны істей алатын. Біздің енді жаңа айтып жатырсыз ғой, кинода барлығы халықтың ұсынысынан, спростан шығады ғой негізі барлығы. Сонда біздің қазақ көрермендері тым қандай, неге осындай өтірік әзілдерге қатты жатып алдық болсында қазір? Жатып алдық. Енді қазір жоқ кино, бізде бұрысы болған жоқ, бұл бұрын альтернативалар. Қазақша кино өте сирек болатын болды, аз болады. Бәрі барады. Енді қазір көбейді. Енді қазір сұраныс не болатын сияқты, талап қойып бастайтын сияқты көрерменді. Маған бару керек, маған бармау керек, мынау жақсы, мынау жаман. Яғни немен салыстыра салам, донер біздің елге келді ғой бұрын. Бүкіл жерде донерка ашылды ғой. Бүкіл біз баланың арманы донерка ашу ма? И түсінбейсің. Сосын шынымен дұрыс донерлердің дәмін сезіп бастады да, қалған донерлер жалды да, солар ғана жұмыс істеуге қалды да. Кинода да енді солай келетін сияқты, қазір енді бағыт. Кез келген нәрсе екі-үш бар да, бұл да тәжірибе арқылы сценаристер көбейеді. Қателесіп көрді, басқан істеп көрді, ертең олар да дұрыс сценарий жазады деген ойдамын. Егер ізденісте болатын болса, ол өскісі келетін болса, міндетті түрде жақсы сценарийлер алда деп үміттенемін. Дәл қазір көп сондай кинолар көбейіп кетті, өте көбейіп кетті. Мән мағына жоқ. Мән мағына былай қоя тұрайық, структура дұрыс емес, не туралы екенін түсінбейсің кейбір фильмдердің. Осын неден шын айтайын, предпоказға шақырады ғой енді, достар болады, таныстар болады. Сосын одан кейін пікір айту керексің ғой енді. Тек жақсы пікір айтуың керек па? Мощный, күшті болыпты деп. 20 минут қалғанда кетіп қалып отырсам, пікір айтпау үшін мен айтамын. Енді ол біреудің еңбегі, мен істемегесін мен айта алмаймын ол нәрсені. Мен өзім міне мынаны істеп, былай істедім болса, мен айтар едім, міне
мен Оскарға әкелдім 2 фильм, ол олай жазылмайды деп ше. Бізде олай істелген ешкім жоқ қой. Пусаннан шығар мақтаса жүлде алып жатқаны, иә. Ол жігіттердің өзі сөйлесе жарасады да оларға. Мен ол нәрсе істемегеннен кейін мен пікірім менде қалсын деймін да. Себебі ол еңбектенді, істеді, қателесіп көрді, мүмкін келесі фильмде ол қателік жібермейді. Мүмкін сценаристтен қателесті, мүмкін өзі әлі толық сезінген жоқ. Сол себепті жаңа пікір айтқым келмейді. Қолдаймын, істеп жатыр, еңбектеніп көрді, қатеден сабақ шығарса бастысы сол нәрсе. Не істейтіні ақша бұрады. Енді құйғады ғой киноға ақша. Сценаристерге де енді кейде балалар жасап жатады фильм, сол кезде түсіндіріп айтамын, жігіттер, мынарда кішкентай ақша тұрған жоқ, біреудің ақшасы, сен рисковать етіп, ақысы бар, оны құрт жіберуіңе болмайды. Ол қарызға кіреді, оның да жанұясы бар, сондықтан шамалы оны немен жауапкершілікпен қараңдар деп. Сен бұндайды шығаруға дайынсың ба, дайын емессің ба? Себебі жақсы ғой, біреудің ақшасына рисковать етіп көресің десің. Қалай болады екен мұндай істесе деп ше, ол қатты дұрыс деп ойламаймын. Менің тәжірибем деп па, біреудің ақшасымен. Өзің ақша жина, сосын тәжірибе істеп көр өзі. Осы тәжірибе демекші. Тәжірибені бізде байқап көретін бір мектептер бар ма? Негізі сценарий мектептері, оған байланысты мектептер, мысалға алдында бізде бірінші қонақпен сөйлескен кезде ол режиссураны оқып келгенде Америкада. Соны мен айтып жатырмын да, біз енді видео саласында жүргеннен кейін каждый съемка бізде сондай бір мектепке оқымағаннан кейін каждый съемка біз үшін жаңағындай тәжірибе жинау еді. Ол ақша төленеді, либо ол провал болады, либо ол күшті болады. Бірақ сен соны рисковать етіп, соны сен алып аласың ғой, короче. Сен жете ма, уровенің жетпей ма, бірақ алып аласың. Сол съемканы түсіресің, ең соңында и сол саған тәжірибе. Жаңағындай даже камерамен жұмысты айтамын да, Red сияқты үлкен камералар бар, Ари сияқты үлкен камералар бар. И сол камералармен жұмыс істеу, сен жұмыс істемегенсің осы уақытқа дейін. Бірақ заказчик соны талап етіп тұр. И соны аласың сен. Бірінші жұмыс істеп тұрсың да, и сен рисковать етіп тұрсың былайша айтқан кезде. Ал ана кісі айтады да, мектепте біз тұрады дейді, Редда тұрады, Арида тұрады, камераның бәрі тұрады. Біз 2 жыл бойы оқыдық. И каждое суббота-воскресенье біз сол камераны алып жұмыс істейміз, ананы істейміз, мынаны істейміз, былықтырамыз дейді. Каждый съемка бізде теориядан бір-ақ сабақ болған дейді. Қалған бәрі практика. Күнде суббота-воскресенье, пятница кино түсіреміз дейді ғой. Краткометражкалар түсіреміз. Анау әбден 2 жыл бойы жаттыққан. И білетті, ал бізде ол наоборот, ондай мектепте оқымағаннан кейін біз каждый съемканы алып аласың да, сол саған тәжірибе видео жинап атасың. Сол сияқты енді сценарийді жаңа сіз айтып жатсыз ғой өзіңіз, мысалға не болмайды деп, сен біреудің ақысы бар, дұрыстап жаз, ол саған андай көрейін тәжірибе ретінде дейтін нәрсе емес, төленіп жатыр деп. Енді сол төленбей тұрып сол нәрселерді үйрететін мектептер ма, қай жақта оны үйренуге болады? Мысалы біреу сценарист болғысы келеді, қай жақтан үйренеді? Енді ең бірінші мектеп ол біздің уақыттарда КВН болды. Шын керек, сол жерде жаңағыдай лигалар деңгейімен бөлінген ғой, аймақтық, орталық, бірінші лига, премьер-лига. Сен деңгейіңе сай командалармен ойнайсың да, сол жерде тәжірибе жасап көресің, былай істесе қалай болатыны. Ол жерде қателессең, сен команданың қателігі. Сен таяқ жейсің, сен түсінесің, сен сабақ шығарасың да, ешкімнің ақшасын құртып жатқан жоқсың, былайша айтқан кезде үлкен. Сол мектеп сені өсіреді. Одан кейін бізде көп жігіттер өз уақытымен өскен сияқты, себебі дейтін скетч жазып көрді бірінші, сосын жаңағыдай ситком жазып көрді, сериалдар жазып көрді, сосын бар фильмге кірді. Қазір бұл этаптың көбі жоқ, мен байқаймын, КВНде әлі ойнап жүрген жігіттер бірден фильмге секіріп жатыр да. Ол да тәжірибе жинайды, жаңа сіз айтқандай, ана жерге соқтығысады, мына жерге, одан да жақсы, құдай қаласа, дұрыс бағытта болса автор шығады. Бірақ осы кезге соқтығысу көп болады ода. Себебі ол осы мектептердің ешқайсысын өткен жоқ. КВНде қазір бір ұнамайтын жері, біз негізі топ лигада көрермендер үй тапсырмасын қарауды қойды. Үй тапсырмасы ұзақ уақыт бір тақырыпты қарап отырғысы келмейді. Сондықтан біз алдық та жекпе-жек форматты жасадық. Жекпе-жекте тек қана сәлемдесу, финалдық ойында ғана үй тапсырмасы. Жұлдызбен финал болса оны қарайды да. Ол тек топ лигада болу керек нәрсе еді. Оны бүткіл аймақтың лигаларын бәрі сол форматты ұстанып алды да, ол дұрыс емес. Себебі драматургия үйренетін еді, STEM, үй тапсырмасы дейтін дүниелерде сен шағын болса да, фильм болмаса да үй тапсырмасын жазып көрдің. Сол жерде повороттарды үйрендің, қалай болады. Соны фильм соның үлкен версиясы ғой. Сол нәрсені. Сол школа авторов құртып алдық шамалы. Анар Жүнісова. Драма пойет айтайды, бүкіл жігіттер сені бәріне драматургия үйреткен. Сол кісінің сабағын алдық. Көп жігіттер сол кісіден сабақ алды. Ол мысалға ол жерде де иерархия болды да. КВНнен кейін авторлары жиналды. Сосын 2-7 бірінші скетч жазуды үйретеді, сосын ситком жазуды үйретеді. Бірақ мындай бағасы белгілі бір баға тұрады. Егер сен сол 2-7-дің ішінде
3 немесе 5 скетч жапсаң баға төлемейсің ештеңе. Саған скетчтен дұрыс көрінген балдар бірден ситкомға тартты да. Этап-этабымен солай кетті. Сонрада бірақ Драмапай айтатын еді. Мен дейді драматургияны үйрете аламын адамға дейді. Бірақ адамда чувство юмора болмаса мен юмор үйрете алмаймын дейді. Ол нәрсе мүмкін емес дейді. Ол адамда бар немесе жоқ дейді, короче. Бәрін комедийный автор болады деп айта алмаймын арада дейді. Сенімен жұмыс істеп көрдім олай дейді. Сол кісінің тәжірибесі мысалға бізде болды. Адам жаңағыдай ғой, белгілі бір жерде, мысалы маған Тақия Спеште жұмыс істедік та бірінші маусымда. Сол ситком қатты ұнады, өзіме жақыны. Енді ол көрерменге қалай болғанын білмеймін, енді қаралым жақсы жиналды, сол уақытқа ол жақсы болды. Бірақ та Қуат Садықов болды, Салим продюсер болды бас. Ол кезде Сәлем ештеңе жоқ, біз барлығы жаңағыдай бір оймен жүрген жігіттеріміз ғой. Қуат Алматыда өскен, бірақ түбі Айгөздікі. 2 менталды түсінеді, қазақша менталды жақсы түсінеді, орысша. И Драмапайдан ең көп тәжірибе жеген шәкірттерім бір екен да, піскен ғой әбден. Біз ситкомға келдік. Ситкомға келгенде бізде андай сбор дейді ғой, мысалы футболшылар маусым алдында сбор өтеді ғой. Ол міндетті түрде керек те, сборда өзінің пик формы. Бізде сбор болды. 1 айдай дайындық жұмыстар жүрді ғой. Біз басқа ситкомдарды қараймыз, анализ жасаймыз, қалай дұрыс, бір жағынан сабақ болып жатыр, тәжірибе болып жатыр. Библияны өзі мысалы персонаждың өзін ұзақ, әр персонажға бір күн отыратын болдық, оны зерттейміз. Кім батыстың адамы, мен жазамын. Батыстың даже тамақтану, менталитет, қандай сөздері болады, дастарханда не тұрады, мысалы тары дейтін дүниелер, соның бәрін келесі шығыстың адамы ол істейді. Сонрада бәрін көрдік та. И ана сериалдың барысында мысалға жазу өте оңай болды, себебі персонажды сен құрастырдың да. Ол қалай сөйлейтінін білесің, қалай жүретінін білесің, басынан бастап болдың. И ол өте қатты тәжірибе болды. Мысалға, бір ай бізге қиын болды, себебі саған дайындық жұмыстары үшін ешкім ештеңе төлемейді ғой. Өзің жүріп жатсың. Сол кезде шамалы бүйтіп қынжыласың, енді ақша қысып жатады. Бірақ түсінесің, сен дұрыс бағыттасың, және ол өсім әкеліп жатыр да, саған шыдау керексің осы жерде. Сөйтті, сол сериал маған қатты ситком, қатты ұнайтын ситкомдардың бірі болды. Мұндай ситкомдар өте көп болды. Заказ келеді, айтады, бізде 3 апта уақыт бар. Уақыт жоқ дейді, 16 серия дейді. Кел. Ешқаны айтады, ештеңе керек емес. Ол кезде ChatGPT сияқты жұмыс істей саламын. Шаблонный. Шаблонный болды. Әрі қарай ұрастыр. Бір күнде рекорд Гесет, Нұрбол, Елжан, мен 4-іміз қой, біз офисіне айтадық. Сөйтіп ертең тапсыру керекпіз. Бізде 10 серия дайын, 6 серия дайын емес. 24 сағаттың ішіне 6 серия жаздық қой. Ертесін жібердік қой. Үтір нүктелерін дұрыс қойын. Көрермендерге айтып жіберейік, қандай сериал? Сериалдың атын ұмытып қалдым, шын айтайын. Тапсырма келді, бір каналдардың бірінен шықты. Жаңа өзіңізге ұнайды деген сериал? Ұнайды дегенде менің жұмысы процесі ұнады. Тақия Спеште бірінші, 2-ші маусым болды, 3-ші маусым. Мысалы мокюментари дейтін жаңа не бар ғой. Соны мысалға бірінші серияны мен жаздым да, мен білген жоқпын бірінші серия ең қиын екен. Мен тойыма ақша керек болады да, мен бірінші серияны алып қойғанмын ғой. Енді жаңа Драмапай келіп тексереді дейді да, ол кісі жаңағыдай лупамен қарайды. Мысалы Библияда сен персонажын полный жаздың ғой характеристика. Библия дейтін жаңағыдай адамның кім, қай жылы туылды, орада мектепте нешінші шеф болғаны дейін жазыласың. Бірақ ол ешқандай сериалда айтылмайды да, бірақ та жан дүниесін түсіну үшін режиссерда оқыған кезде бұл персонаж кім екенін түсіну үшін. Библия деген кітап емес, анау кітап емес. Дұрыс. Дұрыс түсініңіздер. Содан неде біздің персонаж неде 2 ағасы бар. Бұл кенже қыз үйдегі. Мұндай нәрселер болды да. Көрші келеді да, екеуі ұрысып қалады есіктің алдында. И көршіге бұл атылып сөйлейді да, сосын айтады, стоп дейді, шақырады. Ол 3-ші адам жанұядағы дейді. Ерке 2 ағасы бар оның алдында. Ол үшін всегда ағалары сөйлеген дейді да. Сондықтан ол бұндай реакция білдірмейді бұрада дейді. Немесе бұл жылақ балады, немесе күйеуі баласы бұл үшін сөйлейді дейді. Бұл үшін біреу сөйлеп үйренген дейді. Бұл олай, онда не мінез жоқ бұда дейді. Осындай детальға дейін қарайтын болды да. И ол қызық, қиын, өте андай әсерлі болды. Мен бірінші серияны жазамын, мұндай болды. Менде тәжірибе білім болған жоқ та, енді ол жағын көп оқымағанмын. Самоучка, ақша керек, жаңағыдай болып жатыр. Сосын қиынал, Драмапай айтады, неге не алдың бірінші серияны дейді. Неге десем, енді мыналар ертең көресің, неде 3-ші серияны жазады, сен әлі бірінші серияны жазатасың дейді. Саған жаман настроение жоқ. Сосын біріншіден бір дұрыстап дұға етіп алдым, көмектесіп маған. Сосын екінші рет айттым. Бұл драматургияны да жалпы заңдылықта жазған адам ғой.
адам жасаған адам жасауы керек. Сондықтан давай мен сол адамша ойланып көрейін сөйттім да сол бағытпен жүрдім ғой. Жүрдім. А бірақ ең көп көмектескені персонаждарды мен толық білемін ғой. Сен оттойда болдым да. И мен кім қалай сөйлейтінін білемін, кім қалай жүретінін білемін. И сол бойынша тек қана чуйкамен жаздым ғой. Жүрді. Бір жеттенге апарып бердім. Сосын Абиттен хабарласады. Келіп кетші дейді. Бардым. Мен білмеймін сен кім екеніңді дейді. Поздравляю дейді. Сен бірінші адамсың, бір аптада бітірген дейді. Қуанып кеттім. Себебі андай тақиясы періште. И бірақ жаңағыдай мотивациядағы екінші, үшінші серияларда мен ақшаларым жайында уже реттеліп жатты ғой. Уже жай жазылып бастады да. Бір апта емес, бір ай ма? И мен түсірілім болды. Біз енді бірінші серияға қатты дайындалды, істедік. И не жібереді. Закрытый ссылкамен жібереді ғой, бірінші көру керек группа. Мен қараймын. Не ол, мынау қайда біздің жазған дүниеміз, біздің ойымыздағы. Ондай түсірмеген ба? Ондай болмағанда енді сосын режиссер Қазандан Асар деген жігіт Асарға хабарласам, не мынау? Ол түсіндірді жағдайды. Біріншіден тәжірибе ғой. Бірінші серияны негізі бірінші түсірмейді екен ғой. Ортаңғы сериядан бастайды да, сосын актерлар пока үйреніскенше бірінші серия. Аз бірінші сериядан бастап түсіргенбіз, ең бірінші қатеміз. Екінші нелер жоқ, мокюментари түсірген кезде арнайы нелер құрылғылар керек қой. Ондай жоқ, қолдан жасаған ғой, бәрін сөйтіп. Бірақ Асарға енді айту керек, андай үлкен істі алып шықты ғой. Сосын түсіндірді ол да. Мен айтады, мен де дәл солай көрдім, бірақ менің мүмкіндігім осы деді. Там болды, түсіндім. Ешқандай реніш жоқ, осылай дүние. И сол сериал маған, қалған сериалдар олай қатты әсер етпеген шығар. Мынау маған тәжірибе болды, ізденіс болды, үйренісу болды. Бірақ жаңағыдай мен типа чуйкаға сеніп қалып қойған жоқпын. Артынан мен уақытым бар кезде кітаптарды оқыдым, алдым, конспект жаздым, видеолар қарадым, әрі қарай себебі тек қана чуйкаға сеніп жүре берген болмайды ол да. Менде бір кісілердің андай, енді қазір мен әлі кино түсірген жоқпын, мен коммерческий режиссермін ғой. Бірақ болашақта осы киноға кіру деген жоспарда бар ғой. Соны жазған, әлі киноға шықпаған бір сондай бір нелерді, сценарийларды оқимын да. И как режиссер ретінде ана сценарий оңайшы, ана уже кино көз алдында елестеп тұрады. Өйткені жаңа сіз айтып отырсыз, Библия деп ше, ана бүйтіп адамды описать етеді да, и сен сол ана адамдарды оқып жатқан кезде мына кісі былай айтты деген кезде соның библиясымен ойлайсың да, описаниесімен ойлайсың. Ана біреу ерке, анау андай, мынау мындай деп саған басында персонаждарын жазып кетеді ғой, характеристиканы жазып кеткен кезде, и оңай екен ше. И бізде де енді коммерческий роликта қатты бүйтіп описание жасамайсың, бірақ уже сенің ролигіңе келетін адамды сақал болу керек, брутальный болу керек деп қана персонаж жазасың ғой. Осындай болу керек, соған байланысты іздейсің деген сияқты. Енді сценаристтер қазір бір жеткілікті түрде бағаланып жатыр ма, әлде бағаланбайды ма біздің Қазақстанда? Енді үйренісіп келе жатыр ма? Енді үйренісіп статус қалай бізде қазір? Баға көтеріліп келе жатыр деп естідім мен. Алматыда ғой негізінен жаңағыдай рынок сол жақта ғой, баға көтеріліп жатыр деп естідім. Бірақ енді барлық нәрсе жаңағыдай ғой, өлшесең екі жағы бар да. Бағаланбау көп. Бірақ бағалау керек дейін десең де бізде рынокта ондай үлкен емес. Құдайға шүкір, кинопарк залдар көбейтіп жатыр, мүмкіндіктер ашылып жатыр да енді аудитория көбірек келу үшін. Бірақ халық саны да бізде қатты үлкен емес та. Яғни продюсерді де ойлайсың, ол табыстың мындай бөлігін мына береді, мына бөлігін мына береді. Ол да пайда тапқысы келеді. 100 миллионнан қалтама 50 миллион түсті дейтін бар еді ғой. То есть 1 миллиардтан. Да, сондай нелер болып қалуы мүмкін да. Сондықтан да негізі менің ойымда мен мысалға Ресейде былай КВН өзімен ала салайықшы. КВНге барған кезде сен команданы олар жұлдыз сияқты қарсылады, әртіс сияқты жұлдыз. Саған дайындықтың өзіне гримерка бөлінген, су буын тұрады, тағы басқа. Бірақ талап етуді сондай да. Саған қарым-қатынас та солай, талап етуді солай. И жаңағыдай нәрседе авторды дұрыс таңда, сосын дұрыс ақша бер, бірақ талап ет. Маған мынау дүниелер керек. Осы болған кезде ол әділ сауда сияқты. Сенің бүкіл жағдайын істеп берді, сосын сенен талап етті. Болды. Сен дұрыс істемедің бе? Сенің кінәң. Ол ақшамен де мысалы, мен бір продюсермен келіскен кезде мындай болды. Мен айтамын, сенбей тұр да ол маған. Осы мен айтамын, жақсы былай істейік дедім. Сіздің бағаңызға келсейік. Бірақ бонус осындай соны қоямыз енді. Егер сценарий сізге ұнаған кезде мен бонусты аламын. Сценарий ұнамаса бонус жоқ, сіз берген бағаға келсе салды. Ұнамаса емес, мен прям саған дұрыстап істеп беруге тырысамын дедім да, қолымнан келгенше. Себебі орада титрда атың шықса да ол сенің ісің ғой. Барып кинотеатрдан өзің ләззат алатындай, ұялмай отыратындай болу керек. Сосын сценаристерге кедергі жасайтын кейбір жерлерде продюсерлер деп ойлаймын.
Қандай кедергілер болады продюсермен? Сценарийге араласады, Араласа ма? білмейтін ісіне араласады. Негізі араласу дұрыс емес деп ойлайсыз ба? Білетін продюсер болса, түсініп тұрса, иә. Продюсер дегенде инвестор шығар көбірек ше. Мен бір фильмдерде болдым, балдарға шыққаннан кейін сонда не жазып қойғансыздар, мынаусын десе. Уже араласа берді дейді, сосын соларға не керек соны жазып бердік дейді. Бізге уже шашып кеттік дейді да. Сондай дүниелер де сценаристерге кедергі болуы мүмкін. Бұл бізде андай тақырып қой. Жалпы бізде енді роликтағыдай тема ғой. Недавно бір кісілермен видео жасадық та. Енді тоже бір госттағы кісілер енді видеоны жібереміз, ана кісі өзінің правкиларын қосады ғой. Мына жерде мен түрім мынандай болып қалыпты, лай өзгерді, ана жерден андайынан алып тастай, оны жібереміз. Еще олар андай да, бір ссылкамен жіберуге болмайды, кәдімгі рендер жасап жібересің ғой, полный роликті рендер қылып жасайсың, өйткені бастық көреді деп айтады да. Сөйтіп жібереміз, наны қосу керек дейді да, тағы бір файл жібереді ғой, WhatsApp-пен бір файл жібереді да, наны қос дейді. Ішіне мен вальс билеп жатырмын дейді. Соны қосасын. Сосын ол тұрады да өзінің сотрудниктарымен бірге көреді. Ол правки. В общем, ана кісіге правкиді роликтің бір 10 шақты правки жасап жібердік қой. Қос деген нәрселерін қостық, алып тастадық деген алып тастадық. Ең соңына тұрды да сосын барып бастыққа көрсетеміз дейді да. И өзінің бастығына көрсетеді. Бастық айтады, мына жерге мені қоссын дейді. Тағы ма? Иә, мына жерге мені қоссын дейді. Сосын что-то маған мыналар ұнамай тұр, мына жерде вальсті қоссын дейді. Қосамыз, ең соңында негізі беру керек адамға 20 правкадан кейін барды ғой ролик. Ал бізде бірінші ролик ол біздің инициативамен жасалынған ғой. Біз өзіміздің көріп тұрған режиссерский подходпен, монтажбен отырып, біз андай бүкіл осылай әдемі шығады деп ойлап жасап жібереміз. Енді правки 1-2 ғана болу керек та, мынаны қос, мынаны азайт. 20 правка жасаймыз ғой. Жасамаймыз десең, аналар үлкен кісілер, чиновниктар. Сосын 20 правкадан кейін бастыққа барды ғой. Ең үлкен бастықтарына барды да. Бастығы ана балаға звонда дейді ғой, маған звонда дейді ғой. Енді мен бір кезде маған жазып тұр, Абеке, осындай қазір видеозвонокпен шығамыз сізге. Бастық сөйлесем деп жатыр. Болды деймін. Сосын звондайды. Видеозвонокпен звондайды. Алло десем, это что за? Ня, деді ғой, короче, мен айтамын. В смысле, что за? Ня. И айтады да, вот сен не түсіргенсің, не монтаждағансың дейді ғой. Мен айтамын, сен бірінші нені көрдіңіз ба деймін. Жоқ, мынаны көріп тұрмын дейді. Мен айтамын, саған дейін 20 правки болды. 20 адамның ойын қостық ана жерге біз. Саған жетпей тұрып, негізі ол көру керек ана кісі ғой. Ал бірақ мынау ортадағы кісі көрсететін кісі өзінікін қосып 20 правки берген да, бүйтіп ақылдасып ананы қосып. Ең соңында ана кісі маған ренжиді. Уже 4 күннен кейін соң көрсетілімі болу керек. Ол жақта кәдімгі үлкен президент келеді, президенттің алдында көрсететін ролик қой. И мынау не видео дейді, переснять дейді ғой, короче. Біз оны Алматыда түсіргенбіз, Астанада түсіргенбіз, офистарында түсіргенбіз, үлкен жұмыс болған ғой. Переснять дейді. Айтам, 4 күнде никак переснять ете алмаймыз біз. Қуаспа деп, енді қуаспа деп айтпайсың ана жерде. Бастық қой, сөзі принял деген әңгіме болып тұр ғой. Сосын жоқ, білмейміз, біз бәрін қайттан жібереміз, қайттан монтаждаңдар деп. И сол бастықтың правкимен дальше тағы бір 10 правки 4 күннің ішінде. И сонымен ең соңында ана ролик маған да ұнаған жоқ. Уже андай не айтады істеп бербеші. Монтажерға айтамын, монтажердің жыланысы қашып кеткен уже істегісі келмей жатыр. И айналып келіп андай да ақша қосыла береді ғой монтажер, ананы істеп, мынаны істеп. Брат енді ойлап тұрсың, мынандай ақша, мынандай дейді да. И сен оған дополнительный ақша қосасың. Брат, мынаны істеп бере сал. Вот үстіңе осындай бонус, осындай бонус, осындай бонус, осындай бонус. И в итоге сен ең басында келіскен ақшаң саған минус болып кетеді ғой. Бәрі басында пайдамен тұр еді, бәріне күшті жетіп тұр еді. 20 правки, 30 правки болып кетті да. Сонымен ең соңында балаларда да жылан жоқ. Ең соңында біздің де ана компаниямен ұрысып қалдық уже андай. Мыналар непрофессионал деген атпен қалып қоясың да, короче, ортада. Сен таяқ жейсің получается. И осындай жағдай ғой, сіздерде айтып отқан жаңағы сценаристер. Дәл осы дүние. И жаңа әдемі айтып кетсіз ғой нені, тақырып жалпы сценаристердің бағасы қанша қазір? Енді кинода бір 4-6 дейтін орта баға деп естідім ше. 15-ке дейін барат дегенде естідім. Бірақ кім алып атқан білмеймін. 6-8 алатындар бар. Бірақ жаңағыдай келісіп кете беретіндер бар. Жас балдар бар. 2 миллион, 3 миллион. 2-3 миллионға түсіп кете беретін. Келісе береді. Енді ол прям кино жазып береді. Кино жазып береді. Енді ол мен емес,
иә әркім өзінің бағасын өзі қояды ғой, ешқандай не проблема жоқ орада. Бірақ жаңағыдай сен 2 миллион теңге бердің ба, сен 12 миллион несін сұрай алмайсың, талап ете алмайсың, құқығың жоқ өйткені сен 2 миллионға өзің келістің да. Сондықтан орда продюсер де шамалы ойлану керек та, кіммен жұмыс істеп жатыр, қалай жұмыс істеп жатыр. 2 миллионға алсаң 2 миллионның сценарийін аласың. Иә, 2 миллион сценарийін аласың. Орада жаңағыдай емес қой, балдар құныққан емес, былай қазір түсіндірсек, мысалы 6 миллион дейтін үлкен ақша болып көрінеді ғой айтылған кезде да енді. Бірақ ол процесс ұзақ қой, бір айда бітетін дүние емес қой. Иә. Сосын бір адам жасамайды оны, 3 адам жасайды. Ол 2 ай болуы мүмкін, 3 айға созылуы мүмкін да мысалға. Алған кезде 6 миллион болатын болса, 2 миллионнан 3 бала бөліп алды. 2 ай жасаған кезде айына 1 миллион теңге зарплата сияқты жүреді. Оның жүріс-тұрысы бар, тамақтануы бар, оның квартирада жігіттердің көбісі да мысалға 1 айлық өмір сүруге жететіндей ақша ғой. Былай келген кезде 2 ай айлыққа жұмыс істеген сияқты. Үлкен қалада енді білесіз ғой бағаларды. Еще ол ақшаны бірден бір нәрсеге жұмсап жіберсең, дальше желание жоқ дейсің. Иә, мотивация қарайды. Сондай нәрсе. Сондықтан меніңше бұрада сол дүние сияқты екі жақ келісіп, иә жақсы, сен баған осындай, мен осы баған беруге дайын, бірақ маған осындай талаптар керек. Болды, келістік. Жалпы енді сценаристер өзіңізде бар ішінде, сценарий жазғанда қалай жазасыздар? Негізі андай бар ғой, музыканттар, артисттар, сценаристтар шегіп алып жазады, немесе бір нәрсе ішіп алып жазады дейтін бір андай қуып қашпа дей ма, ондайды қалай айтады? Сондай бір әңгімелер бар да, жалпы ондайлар бар ма? И өзіңіз сценарий жазғанда сіз не мотивация береді, тыныштыққа мотивация береді ма? Кейде біреулер музыка қосып қойып жазады дейді. Сіз қалай жазасыз жалпы? Енді шегіп алу дегенді киноны толық білмеймін, ол 2 ай жазады, 2 ай не шегіп алатын болса. Енді сен шегіп алып жаздың ба, сол шегіп алған көрерменге жұмыс жасайсың ғой, шегіп алған кино шығады, сондықтан ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі халық қарайды, көрермен қарайды, жаңағы сияқты өзін әжеңіз әкелдіңіз да мысалға. Көбінде заңдылық бар да, бір әзілдер болады, ана әзіл болады. Егер сен мамаң залда отырса, сен осы әзілді ойнайсың ба деп сұрайсың да. Сол сияқты басқа біреудің анасы залда отыруы мүмкін да, ол да қарайды. Сен соның баласымен жасты адамсың ғой. Сондықтан ол кісінің алдында ойнағанда ұят қой. Мен мамамды әкеліп отырмын ойын көрсетуге. Біреу осындай әзіл ойнап жатыр да, мен мамамнан ұялып отырамын да. Сен үшін былай қараған кезде мен мамамды бір дұрыс көрсін, күлсін деп әкеліп отырмын да. Сол сияқты сондай мида бір редакторлар керек сияқты. Шегіп алу жазу, дейтін олай жазу. Оның бәрі меніңше не сияқты қиялдан туындаған дүние сияқты. Бізге сырттан мүмкін енгізілген дүниелер, ондай дүние жоқ. Андай бір күшті бір идеялар келеді дейді ғой шегіп алған кезде. Адам жаңағыдай сияқты дене босайды ғой, бір расслабленный күйде. Мысалы сбор дейтін дүние өте жақсы негізінде. Сбор басқа жақта болу. Авторлық сборлар бар ғой. Мысалы Астанада жазатын болсақ, мен үйім бар, тағы авторды шақырдым, оның үйі бар, үйде труба атылып кетті, тағы бірдеңе болды. Бытовуха. Екінші жағың үйде отырады да. Сен сборда болған кезде сен болды, сен үйден жоқсың, кеттің. Ана жақта сен ойың тынық. Жаздың, ойландың, былай істесе, шаршап кеттің ба, шамалы сергіп қайттың, суға түстің, білмеймін, бірдеңе істедің, келдің. Солай жасалған кезде жеңіл жазылады да негізінде. Сосын бір-бірін түсінетін адамдар болса, өте жақсы. Былай жаңағыдай шегіп алу дейтін дүние жалпы ол бір жақсы нәрсе емес, қай жағынан алатын болса да. Себебі сен үлкен аудиторияға жұмыс істеп жатсың да орада. Мен енді КВН-де болсын, былай болсын, маған тыныштық ең бірінші жазған кезде. Маған өзім болған ұнайды. Өзің жеке оймен. Сосын жаңағыдай дызылдап атқан жақсы көрмеймін мен. Қайда емес, алдын ала уақытпен келісу. Негізі әдемі бір сценарий, қай уақыт, қанша уақыт? Енді киноларды 21 күн, бір айда жазып тастап отыр ғой жігіттер. Негізі 3 айдың көлемі деп ойлаймын. Кино болатын болса. Ақша позволять ететін болса, жаңағыдай да. Бірақ мысалға сбор болатын болса, сен 2 аптаның ішінде скелетін құрап келесің жақсы киноны. Сосын ары қарай диалогтар ғой. Тағы бір айдың көлемі. 1,5 айда негізі бітіруге болады. Егер дұрыс бір-бірін түсінісетін команда болатын болса, солай. Орда шабыт келмей жатыр дейді ғой. О не сияқты? Отыру керек. Кей кезде болады, просто отыру керек. Комедияда болады, кей кезде шықпайды. Сериалда да шықпайды. Пустой битке 2 сағат қарап отырасың да, ештеңе шықпайды. Сосын барып ана ойын бәрі жинақта бір жерге алып келесің, өзің құйылады да кетеді. Сосын ақпарат көп болу керек сенде. Тақырыбың туралы, футбол туралы жазып жатсың ба? Футболды білмейтін болсаң, сен жаза алмайсың ол нәрсені. Сен сол әлемді білу керексің, ойындарға барып көру керексің, ойыншылармен сөйлесіп. Ресерч дейді ғой, дайындық жұмыстары да сол жүру керек. Ізденіс міндетті түрде. Мысалға біз осы неде тамаша дейтін біз соңында бір
неде бастапқы неде болдым, ары қарай короче келіскен жоқпыз белгілі бір мәселелерде. Менде ондай көп алматылықтар күледі, қандай жобаға келіспеуге келдім тағы деші. Белгілі бір жерге дейін барамыз да, сосын бір-екі дүниелер болған кезде өзім немде қалып қоямын, келісе алмаймыз. Ол бір принципқа байланысты ғой. Принципқа байланысты. Сіз қандай принцип не істемейсіз? Қандай принцип санасыз? Шын айтайын, мысалы Тамаша сериалында мындай дүние болды. Енді ол 90-шы жыл, 80-шы жылдардағы артистер біздің. Ол кез союздің заманынан кейін, атеизмнен кейінгі болып жатқан дүние. Ол кезде мысалы бір жарты тұру дейтін дүниелер, ол кәдімгі күнделікті нәрсе, ешқандай бір немес. Жазғыратын нәрсе болған жоқ та, ол заман сондай. Енді болып шығу дегенде ма? Оның бәрін біз экраннан көрсете беретін болсақ, ол кісілер, ол біріншіден дүние өтіп кеткен кісілер, екіншіден ол сол заманда өмір сүрген кісілер. Түсіністікпен қарау керекпіз да. Бірақ оны насихат қылып мына заманға келу мен келісе алмайтын, болмайды, келіспейді. Мен қарсы болдым сол жеріне. Сосын түсініп жатырмын, мен қазір мына сериал арқылы не беремін халыққа. Иә, осындай кісілер болғанын көрсеттім. Бірақ мен ол кісілерді қандай ракурста көрсеттім? Басқа ракурста. Иә, басқа ракурста көрсеттім да. Әр адамның өзінің несі болады ғой, дұрыс жерлері болады. Адам ғой ол дейтін теңде ол, әлсіз тұстары болады. Оның бәрін сен көрсетуге міндетті емес. Бірақ идеализировать етуде міндетті емес. Сен оны дұрыс беру керек нәрсесін берсең жеткілікті. Мен актер боламын деп ертең біреулер ішіп кетсеші, сенің насихатың арқылы. Сол нәрседе біз келісе алмадық мысалы. Бірден бір себебі сол болды да. Көзқарастар бөлінді сорада. Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Мен сорада сосын айттым, мен істемеймін, мен нем кетіп қалды. Burada мен принциптарым кетіп қалды, мотивация жоқ, мен істей алмаймын жігіттер, ренжімеңдер, осы арадан тоқтата салайық деп. Бірақ ресерч болды, мысалға Тамашаның бүкіл нелерімен кездестік, көзі тірі әйелдері бар, балалары бар, солармен сөйлестік, қалай болды, ескі фото, мысалы Тоқсын ағамыздың несі әйелі үйіне шақырды, ескі фотоларды көрсетті, сол үйден дастарханда тамақ жедік, әңгімелер айтылды, не болды, жан дүниесін түсіндік та, ол кісілер немен өмір сүрді, соның бәрін. Ол өте қатты ұнатты, персонажды ашуға, примерно қай актер болған келеді, жан дүниесімен келеді, актерға түсіндірген кезде еді. Мысалы әрбір актер туралы 10 беттей ақпарат жинап отырдық та. Кітаптан бөлек жеке көзің көрген адамдармен сөйлескен кезде басқа ақпарат шығады. Сен толықтай білесің да, не болады, кім қаяққа баратты, не істеді, қалай туылды, қалай дүниеден кетті. Ол өте күшті пайдалы. Сол сияқты білетін нәрсені жазу, сол туралы хотя бы зерттеу, іздену, білу. Тарихи фильмдерде мысалы ізденеді ғой. Ұлт ұстазы мысалы қалай ізденістер, ақпарат іздеу, сондай нәрсе. Адамды ашасың, бересің, түсіндіресің да. Сол сияқты ізденіс ең бірінші ақпарат туралы сөйлесін. Любой жерде бірінші тұратын нәрсе сияқты осы. Енді мақсат жайлы біздің дінімізде де айтады, мақсат жайлы ол шетелдік бір психологиялық кітаптарда да айтады. Жалпы мен анандай нәрсені естідім да, сен не нәрсені андай бір ұстаз маған айтады, Абу, мен жалпы осы режиссураға, продюсированияға келгеннің себебі де сол болды. Енді мен мобилограф болдым басында, сөйтіп жүрдім да. И андай сабақ бересің, онлайн, офлайн курстар бар, Қыран Талапбекпен бірге жұмыс жасап жатыр ғой. И бір как будто бір не жоқ, цель жоқ. Андай да бір одно и то же күнде сабақ бересің, видео түсіресің, бір цель жоқ қой, вообще мақсат жоқ. Мен сол кезде түсіндім, менің мақсатым жоқ екенін. Бірақ анда кинодан естисің, ұстаздар айтады, мақсат. Не ол мақсат? Армандарың бар, армандарың андай гелик алу деген сияқтандай бір кішкентай сол кездегі армандар еді ғой. И потом бір ұстаз как раз мені шақырып қалды. Абу отыр деді. Ол сөйлесіп жатыр ғой осылай. Сен еркексің ба дейді ғой маған. Иә, еркекпін. Қалай дәлелдейсің дейді. Еркек екен дәлелдеу керек па не еще деймін ғой. Иә дейді. Қазақстанда жалпы әлемде еркекпін деп санайтын еркек еместер көп дейді. Мен ойын түсінбедім ұстазым. Соны айтамын, ашып айтсаңыз деймін да. Сен қазір Қазақстан үшін не істеп жатсың дейді ғой. Мен айтамын, Қазақстан үшін мобилография үйретіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын дейді да. Сосын бір кезде айтады, қойшым Абу қара, мен бірден айтайын, қысқасын айтайын, қазір қағаз бен ручка алда 10 Қазақстанда болып жатқан проблеманы жаз дейді ғой. Сен білетін 10 проблеманы жаз. Ажырасу, анау топтамыз мысалға, бүйтіп жатыр, зорлық, зомбылық, осылай 10 проблеманы жаз дейді. Сосын тұрды маған айтады, енді осы 10-ның өмірің соңына дейін біреуіне әсер ете алсаң, әйтеуір бір күшіңді, қолыңда бар ресурстарды, ақылыңды, может,
сен осы 10-ның біреуіне хотя бы әсер ете алсаң, мен сені еркек деймін дейді. Ал сен осы проблемаларға сен әсер етпейінше, мен сені еркек деп санамаймын дейді ғой, короче. И анау қатты мотивация болды ше бүйтіп. И содан кейін мен үйге келем, ойланып отырмын ғой. Так, бұл ұстаз не айтқысы келді жалпы. И қарасам, шынымен де сенде осындай бір цель болған кезде сенде выгорание болмайды екен, оказывается. Бізде выгорание болады, когда бізде цель жоқ қой. Андай да, ақша келіп жатыр, әйтеуір сабағын беріп қоясың, бір нәрсе түсіріп қоясың, әйтеуір бір бытовухада айналып жүрсің да, и сенде цель жоқ, сенде выгорание. Қай жаққа кетіп бара жатқаныңды білмейсің. Сосын мен тұрамын да, жаңағындай бір проблемаларды алып аласың да, соған әсер етемін деп жұмыс істеген кезде, сенде еще ол, оказывается, ол проблема, сенің целің орындалмайтын цель болу керек екен. Ал орындалатын болса, егер сен онда гелик алу деп цель қойып алсаң, сен гелик алған кезде сенің өмірге деген құлшынысың жоғалып кетеді, короче. Өйткені бұны Қыран Талапбек неде айтты да, Rolls-Royce алған кезде айтты. Айтады да, мен ол кезде оны түсінген жоқпын. Өйткені Rolls-Royce өзімде болған жоқ та ол кезде. Айтады да, Rolls-Royce-та келе жатыр екеуміз, айтады, а бұл дальше что дейді. Мен прикинь, осы уақытқа дейін осы Rolls-Royce-ты алу үшін жүгірдім дейді. Алдым, өмірімнің мәні кетіп қалды. Дальше что дейді. Алды да бір жылдан кейін сатып жіберді. Типа, оказывается, олай қойылмайды екен цель. Ана ұстаздың айтып жатқанын түсіндім да, оказывается, цель сен орындалмайтын мақсат болу керек. Мысалға, целің Қазақстанда ажырасуды полный түбірімен жоямын деп цель қойсаң, ол жойылмайды ғой никогда. Бірақ сен соны жою үшін әрекет ете береді екенсің да, и ол саған всегда мотивация беріп тұрады екен. Сен әр жұмысыңда ажырасуды қолға алам, немесе бүкіл адамның темекі арақты Қазақстаннан жойып жіберемін деген цель қойсаң, и сен каждый отырыста арақ жайлы нелер болмайтындығын айтып, немесе бір әсер етуі сол екен, оказывается, проблеманы шешуші. И мен содан кейін түсінемін, опа, жалпы адамда, еркектің бойында, айтады ғой, еркек өзінің үйін ішімен емес, ол сыртқа Қазақстан мәселесімен жүгіріп жүру керек. Үйде ол әйел реттей береді деп айтады ғой. Сол ұстаздың айтқан сол кезде түсіндім да, оказывается, біздің цель болу керек. Цель ол шешілмейтін Қазақстандағы проблемалар. Мен режиссер болып, продюсер болып, кино түсірем деген мақсатты да осы бір мақсаттар жатыр да, осы 10 проблеманың бірі жатыр ше. И болашақта кино түсіріп жатсам, ол комедия емес. Оландай, даже комедия түсірген өзінде де бір мән мағынасы бар комедия деп ойлаймын да. Ал так, осындай бір ажырасуды алдын алатын, оны түсіндіретін, ажырасу дұрыс емес екенін деген сияқты. Жалпы сізде цель қандай деген осы? Алыс саналып келдім ба бүйтіп. Үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен мақсат керек екен адамға деймін. Бұсына шумақтар бар. Альтернатива, всегда альтернатива ғой. Мысалға әзіл, жалпы әзіл десе беру қатты бір күшті нәрсе емес та. Адам үстінен күлу ұнамайды ол нәрсе. Отырып алып, 30-дан кеткен жігіттер аха күліп отырған қатты ұнамайды. Жігіт болған жанұясы бар, жалпы қоғамға бірден әкелетін жігіттер ғой. Я, бір мерасы бар, күлдің достарымен, бірақ та ол өлшеммен болу керек та. КВН жүрген кезде қатты күрестердің бірі сол болды. Типа, әзіл ғой, қалай екен бұл, не істейміз? Сосын жаңағыдай пайғамбарымыздың өмірін қараймыз. Шындықпен әзілдескен дейді да сонысы. Олды. Альтернатива саған беріліп тұр да. Шындықпен әзілдесу дейді. Өмірде формула беріп тұр, әзілдің формуласы беріліп тұр. Шындықпен әзілдес. И біз соған қарай тырыстық командамен. Шын айтайық, мысалы саяси әзіл ойнау бар, ол актуал қой, шындық бар нәрселер, проблема, өзімізді сол 20 жаста не бізді толғандырады, сол нәрсені жеткізейік, солай қарай тырыстық. Біздің мақсат дұрыс болды, себебі біз ұтып жюриге ұнау үшін істеген жоқпыз. Бізді бірінші қатар, сосын жюри ғана КВН-де түсінетін болды. Қалған аудиторияға біз мүлде қызық болған жоқпыз. Біз соларға ғана жұмыс етіп, мысалға чемпион болғаннан кейінгі мен айтайын, ноутбук қатып қалды үйге. Мен үй 10 минуттық жерде болды, квартирама жастағы сарайынан. Енді дайын шықтық, зат жинадық дейікші. Жарты сағатта үйге келген кезде ноутбук істемей қалды сообщениелерден. Ол жерде позитивный сообщение жоқ мүлде. Айрам, өліп қал, бірдеңе, негатив басқа командалардың жанкүйерлерінен. Сол кезде бізді түсінген жоқ, бізді сатып алды деп ойлады. Біз сатып алатын мүмкіндік болған жоқ ешқандай. Ондай дүние жоқ та КВН, бірақ бізде мүмкіндік. Өзі КВН-ның да деңгейі ондай сатып алатындай болған жоқ. Болған жоқ. Бізде белгілі бір аудитория ғана. Кейіннен 10 жыл өткеннен кейін сол көрермендер кезіп қалған кезде айтады, сол кезде ренжіменші, жаман пікір жаздым дейді, мен жоқпын, нормально, ешқандай. Біздің негізгі бір мақсат, хотя біз істеп жатқан ісімізді чуть-чуть пайдалырақ қылайық, чуть-чуть шариғи нормаларға сай қылайық деген осы ой болды.
командада конкретно осы ой болды. Соған қарай жүрдік. Бірақ оны біз дұрыс жаңағыдай упаковка деп бере алдық деп айта алмаймын. Қолымыздан келгенше істедік. Бірақ мысалы назар аударды, оның басқа форматын ұсынды. Мысалы жанұялық бытовой проблемаларды дұрыстап әкеліп түсіндіруге, мысалы кинолардың өзінде де әркім өзінше істеді ғой. Бізде сол мақсат болды. Көбінде ол мақсат орындалды. Белгілі бір неде. Біз енді нәтижесін алдық ол нәрсенің бар ғой. Чемпион болдық тағы. Одан кейін бір буындар өсті, сол әзілдеуге болатын. Қазір көбінде де сол нәрсе мен командалардан сұрайтын, енді 20 жаста сен күлкілі нәрсе қуып жүрсен нормально. Сен 30-ға таяқ қалдың ғой көке. Бір айтарың бар шығар, бір ой бар шығар. Жастар көріп отыр ғой. Мен бүкіл аудитория сезініп оқып кету міндетті емес. Сондай нәрседен. Енді жай творчество, искусство дейді ғой. Оны кеше бір досыммен де осы турасында жұмыс жасадық қой, жаңағыдай. Екінші бағыты бар ғой, кері насихат. Ол бір сериал жасап, продюсер етіп, кері насихат болып кетті сериал. 3 жылға мүлдем бұл неден кетіп қалды. Мен дұрыс емес нәрсе істеп қойдым, сосын 3 жылдан кейін жол бизнеспен алысты, басқа жолығып сөйлесіп отырып қойсын, мен изучать еттім дейді. Не дейтін, искусство дейтін не нәрсе екен дейді. Ол халықпен сөйлесу, тілдесу. Кино ма, мысалы миллиондық аудитория ма, сол миллиондық аудиториямен тілдесу. Сол қарай жұмыс жасау дейді. И соны дұрыс пайдалырақ қылып жасасақ, неге істемеске? Бұл болатын дүние ғой дейді. Ол біреуде жаңағыдай ғой, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деген насихаттау емес. Дұрыс нәрсені түсіндіру. Мындай нәрсе бар, негізі, мындай дәстүр бар, адами қарым-қатынас сақталу керек деген дүниенше, мысалы. Еуропадан алатынды ал, керек нәрсеңді, керек емес нәрселерін алып не істейсің? Сенде өзіңде бар нәрселер бар да, мен сол нәрсе көп күйдіреді. Бізде бар нәрселерді біз көрсете алмай жатырмыз. Бір Даяғашы деген кітап оқыдым да. Қандай? Даяғашы дейді. Даяғашы. Ол сөзін мен не сөзді түсінбей жүрсем, сөздің мағынасы мындай екен. Ат жарыс болады ғой бұрын. Бізде 1 мен 30-шы орынға дейін жүлде тайған етін болғанда. Ол кезде протокол жоқ қой, қайшы келді шатасасың ғой. Сондықтан 30 адам таңдайды ауылдан. Сен бірінші атты ұстайсың, мен екінші атты, келесі адам үшінші атты. Сол адамға қарап кім нешінші келгенін біледі. Сол атты. Бірақ аттың иесінен бөлек, атты ұстаған адамға да жүлде қарастырылған да. Кейде аттың иесі жарты жүлдесін сол адамға тастап кетеді, кейде толық жүлдесін тастап кетеді. Енді атты ұстайтын кім адамдарды таңдаған? Ауылда, жоқтан, жетімнен, жалғыз қалып болған шал. Оған көмекті саған біздің ауылдан көмек деп бермеген да. Оны да еркектігін сындырмау үшін астарлап та, сен жұмыс істеп жатсың, сен ұлттық атың, ана аттың иесі да. Сен білмейді қалдың да, саған көмектескен, сен материал жағдайыңды сөйтіп түзеп қойды да. Қандай ол өте үлгі алатын нәрсе да негізінде ше. Қалай? Мысалға саған келіп, мынау саған көмек деген, олай да қабылдауға болады. Бірақ әртүрлі ғой адам. Адамды сындырмай, әдемілеп берді да, оны еркектігін сақтап қалды. Өзінде возвышенность қылып берген жоқ да, мен саған беріп жатырмын бес. Бейтіп алып келді. Мысалға осындай дүниелер бізде болған, ол жойылған жоқ, біз оны ұмытып кеттік. Ол насихатталмай жатыр да. Байғазы дегенде де сонда осыған келтіруге болады ғой, иә. Тойдағы сыйлықтар мысалға ше, ана жашты шамалы әлеуметтік жағдайын дұрыстап жүру үшін тойға шығынды жауап беру үшін. Наоборот, жағдайы бар адамға ең қымбат сыйлықты бересің ғой. Сол нәрселерді. Біз сол нәрселерді бере алсақ, сол нәрселерді жаңғыртсақ, қайтып алып келсек, сыртта іздеудің қажеті жоқ, бәрі өзімізде тұр. Бірақ біз оны таба алмай жатырмыз ғой. Сол нәрседе. Біз алыстап кеткенбіз бе сонда өзіміздің тарихымыздан? Тарихтан, дәстүрден көбірек басқа жаққа ракурс қойып жүргенбіз ғой. Мына жақтан іздеп кеткенбіз, ана жақта. Ол бізге келмейтін дүниелер бар. Бізде жоқ, бізге жатпайды кейбір нәрселер. Ол бізге емес. Сондықтан сол нәрсе, енді білмеймін мен қаншалықты не істей алатынымды. Мен кино әлемінде де мен жігіттерге сын көз айта алмайтын жерлерім бар да, мүмкін істеу процесте ол басқаша шығар. Мүмкіндіктер позволять етілмейтін шығар. Ол вертолетпен түсіргісі келетін нәрсеге ода мүмкін қаражат жоқ шығар. Мүмкін оны түсіретін адам жоқ шығар. Ішкі дүниесіне бетіп толықтай кірмегесін айту қиын да. Бірақ қолдан келгенше, егер біз сондай дүниелер істесек, осы нәрселерді жаңғыртып көрсетсек, міне бізде мына дүниелер бар, мына дүние. Мен көршілерім ғой, американецтер, бір имам алдында уағызына қосып жүрді, оны айтып берген ғой осыны. Американец көршілерді орда, ойна бала ойнап жүр, әңгіме айтып кеттік, сосын айтам, бешбармақ жақында көшіп келдік деп айтып жатыр, сосын бешбармақ жеп көрдіңіз ба дедім. Көрген жоқпын дейді, мен үйге шақырсам келесіз ба дедім. Қарсы емеспіз деді, көрші сол. Сосын жұма күні кешке қарай үйге таза қазақ бешбармақ, ана бар, оны алып сөйтіп дастархан жасадық. Келді, жеді, андай бірақ олар не ғой,
әңгіме общительный ғой өздері бір сөйтіп сосын айтады, біз қазақтардан бір нәрседен қорқамыз дейді, комплимент айтуға дейді. Біз естідік дейді, қонаққа бір нәрсе ұнап қалса соны сыйлап жүреді. Біз воздерживаемся от комплиментов дейді да. Енді отырды и андай қонақ болды, сосын қонақтан кейін шай бердік, шай ішті. Сосын бір оларда енді жаңағыдай қайтарым сидай олар ғой, счетты бөліп төлеу дейді. Сосын олар бізді қонаққа шақырды. Тако жаңа мексиканский бір не жасаған, сосын шақырды, отырдық, сосын шай дайындапты. Ташкентский шай мен фрукты қойып қойған. Шай ішпейміз дейді, біз не жейтінін білмейміз шайда дейді. Сосын сұрақ қойды, почему казахи много пьют чай дейді. Сосын мен айтамын, блин, бізде шайға мұқтаждық жоқ негізінде. Бір андай. Просто бізде бұрын ментор, психолог, ондай болған жоқ. Все за чаем решалось. Мысалға 2 жас ұрысып жүрме, апа, шайға келіңдер кешке дейді, ортаға шай қойды да, екеуін татуластырып жіберді. Проблема бар ма, досымен шай ішейік кешке. Бір шайды қойып қойдың да, әңгіме айтып проблеманы шешті. Қазір сол шай әлі де бар ғой. Сонымен шешіледі ғой бәрі. Иә, шешіліп жатыр шүкір. Бірақ жаңа психологтар соның жұмысын алып кетіп жатыр ғой. Негізінде былай туыстық, үлкендер регулировать ететін дүниелер ғой. И мен ананы айтып бергеннен американецтің миы жарылды. Это круто, ана мұны. Мен айтамын, сондай бізде шай ол бір не себеп ретінде пайдаланылған негізі деп та. Тәтелер мені үйлендіру үшін, қызбен сөйтіп таныстыру үшін шайға келіп шақыратын еді. Сол ғой. Күшті нәрсе ғой негізі. Білмейді қаласың да сен шайға алданып. Үйге келсем, тәтем үйіне барсам, қыз отырды. Дежандай, ой. Вот Оскарды да мен Оскар емес үлкен сыйлықтарды жүлделерді сұлайту болатын сияқты. Біз европалықтарға Европаны көрсету керек емес. Себебі олар кішкентайынан сол мәдениетте жүрді. Біз біздің мәдениетті дұрыстап міне мындай бар дегенді көрсетсең оларға вау да. Себебі оларда адами нәрсе жойылып кетті. Туыспен туыс сөйлесу, құндылығымыз негізі бай көрсету керек. Соны апарып беру керек сияқты. Бізге европалықтарға біз европалық үлгідегі киноны апара береміз. Онымен біз ұта алмаймыз оларды. Қазақстанда әлі жасалмаған қай жанр, әлі көрсете алмаған немесе біздің қолымыздан келетін бір жанр бар ғой. Мысалға қай жанр әлі түсірілмеді? Барлық жанр комедиядан басқа. Және түсіріп жатыр ғой. Нелер драма болды, бізде тарихилер түсіріліп жатыр, қазір түсіріп жатыр. Фэнтези ма не сол жағы бізде болмаған сияқты, меніңше. Бірақ оны да жаңағыдай біз менталға келетіндей қылып жасайтын шығар бір кездері. Комикс оқитын жастар бар мысалға да, мен комикс қатты түсінбеймін, бірақ қараймын, мен балама көрсетіп сол арқылы түсінгім келіп жүр. Бұл не нәрсе маған түсіндір деп та. Мүмкін сол поколениядан сондай жазатын. Андай бар ғой, сценарист пен режиссердің бір несі, бір грань бар да. Бір қарапайым бір затты алайық. Сол затты жаман екенін көрсету арқылы оны наоборот бәріне соны қолдануға кеңес беріп жүретін. Мысалы осы граньды түсіндіретін араласу керек па сценарист? Жазып қоясың да, темекісін денсаулығыңызға зиян деп, темекі шеккеннен біреуін бауырысып кетеді да, бірақ кино арқылы ана темекі шегіп атып, адамдар темекіге наоборот желаниесін ашып беретін моменттер. Менде мысалға мен театрда жұмыс істедім бұрын студент кезімде. Сол кезде бірінші рет Чуздан бізге режиссер келді, Сағызбай Қарабалин дейтін кісі. Сөйтіп спектакль қоятын болды. Бірінші рет үлкен спектакль болды. Сол кезде маған ең қатты ұнағаны, қайтадан маған бар ғой дайындық жұмыстар қатты ұнайды. Именно мына процесс емес. Бэкстейдж всегда қызық қой. Сол кезде Сұлтанәлі Балғабаев ғажайыптың қазынасы немесе қазақша күрес дейтін шығармасы болды. Сол шығарманы қойдық та. Алматыда режиссермен сценарист кездескен. Мысалға онымен сол шығарма осы міне мына кітап қой. Бірақ ол автордың ойында до кім болғаны бар, қалай бітетіні бар да, асаған бір бөлігі ғой. Ол режиссерға соны түсіндірген да, мынадан басталды, мынаумен бітеді. Ол жоқ, ешқай жерде жазылмаған, тек сценаристің ойында ғана бар. Режиссер соны бізге келіп түсіндірді да. Сол кезде ол дұрыс жан дүниесін түсінді, не айтқысы келді, қаяққа апарғысы келді. Мысалға персонаж ол жердегі шал аспан әлемін зерттейді, сол жұлдыздармен ауыратын шал болды да. Ақтөбеде бізде планетарий бар, жұлдыз әлемін көрсететін бір. Сол планетарийға алып барды біздің бәрімізді, шалдың жан дүниесін түсіну үшін. Ана жұлдыздармен танысасың. Ол жоқ, ешқай жерде тек телескоп тұр. Бірақ шал немен қиялдайтынын түсіну үшін толық ашып берді. Мысалы, екі персонаж бар, екеуі вообще ешқай жерде айтылмаған. Сөйтсе, олар ана сценаристің ойында жас кезінде жүріп үйленбей қалған екен.
сосын ана басқа біреуге күйеуге шығып кеткен осы дүниелер бар да, айтады сен оны көргенде қалай сезімде боласың, ана екеуін персонаждар кездескенде мынау не ойлап тұрады, соның бәрін түсіндірді да. Ол күшті режиссер мен сценарист та солай түсінісу керек сияқты бір-бірімен. Қатты жұмыстарына қатты араласпай в целом бірге жұмысу керек дейсіз ғой. Ары қарай алып кетуге, сосын жаңағыдай құндылықтар, көзқарастар бірдей болу керек сияқты оларда. Сөйтіп сценаристің көзқарасы мындай, режиссердікі мындай болатын болса келмейді. Біреу Россиядан, біреу Қазақстаннан деген сияқты ғой. Обычно осы уақытқа дейін сондай болып келді ғой негізі. Қазақстанның киносын бір ресейліктер түсіріп келді деген сияқты шандай. Бір жобада өткенде мындай болды. Садақаның үстінде келіп шаруасын айтып отырады да, міне күйеуі қайтыс болды әйелдің. Садақаның үстінде шаруасын айтып отыр анау. Мен айтамын, бұндай жоқ. Біздің менталда ол жоқ, мүмкін емес. Өрезе жаңағыдай исполнитель продюсер мен сол продюсерлар жігіттер ғой, жас балалар. Сосын айтады, да не, мен тумам қайтқан кезде осындай болды, нормальный. Мен айтамын, ол индивидуальный случай сенде шығар. Сен қалада бір жерде өстің, орыс тілді ортада өстің, сондықтан сондай болды. Ал жалпы бүкіл елде ондай дүние жоқ, сен мынаны қалай бересің картинада. Жоқ, ол болды, қатық қалды. Сол артық жұмыс істегісі келіп отырған жоқ ол жерде ше ол. А негізінде ондай жоқ. Бізде жаңағыдай ғой, 40-на дейін ол жанұяда неге шақырады, жаңағыдай қараулы үй ғой, оған барынша даже қарыз берген болсаң, сен қарызыңды сұрамайсың. Адамилығың жібермейді да, сол нәрсені ұстайды. Біздің ментал ол нәрсе бар. Біз соны беру керекпіз да негізінде. Жоқ, басқаларында солай ғой деген нәрсе ораға келмейді. Ана жерде мына случайын айтқым келеді да. Жалпы кинолар, шетел кинолардың бәрінде андай ғой. Біреу қайтыс болады, бәрі қап-қара киініп алып, очкиларын киіп алып, смокингтарын киіп алып, көміп атады да. И сол жерде всегда біреу сырттан біреу қарап тұрады, немесе біреу келіп анаған бір нәрсе айтып тұрады, немесе задача приказ беріп атады деген сияқты ше. И айтамын да, енді өсіп келе жатқан балалар сол кинодан соны көріп жатыр ғой біз. Енді бізде жақындарымыз қайтыс болған, бәріміздің бір көргеніміз бар, бір қайтыс болған жерге барамыз да, ал оны көрмей өсіп жатқан балалар, қазіргі балалар ертең кино түсірсе, біздің Қазақстанда адам өлгенін көрсетеді да, и сондай бәрін смокинг кигізіп қоюы мүмкін, жаңағындай проблемалар шешілуі мүмкін, сол табытқа бет жатқызып жатқан, көміп жатқан момент дейтінше. И сондықтан да деп ойлаймын, негізі жалпы сценаристердің неге режиссер толық киноға жетпейтінін айтамын да, ол сценаристпен бірге болу керектігін айтамын да, өйткені сценарист сол үшін де үлкен болу керек, жас жағынан да, көрген жағынан да. Сіздің басында айтып кеткен сөзіңіз бар ғой, олар жас, әлі үйленген жоқ, көрген жоқ, анам біткен жоқ. И сол үшін де олар саған сондай нәрсені жас бере алады деген сіздің сөзіңізге қосылып жатқаным ғой. Сценарийға жазуға алғашында не түрткі болды? Неге сіз сценарийға келдіңіз жалпы? Неге, не нәрсе болды? Басқа салаға кіру, неге осы сала? Андай бір болады ғой, бұрын мектепте жүрген кезде мен скетчтер, тамаша қараймыз. Ол кезде мысалға Бауыржан шоу тамаша дейді. Бір рет болады да, күтесің, кәдімгідей құны өте жоғары болды да ол нәрселердің. Шаншар, пятница күні бір үзінділер көрсететін кез болды да, жанұямен сол өзге ұжымды реттейсің да, теледидардан соны көрусің, сонда бір 2-ақ скетч па көрсет. Сосын сұрақтар, мен мынаны қалай жазады екен деген сұрақ пайда болды. Білмеймін қайдан шықты, қызық, мынаны қалай істейді, қалай, не ойлану керек, сен дейтін аудиторияны бірінші ойланып тастау керексің ғой, кейбір әзілді жеткізу үшін де. Соны актуал тақырыптарын айтып, мысалы мен КВН басында ұнамайтын болды маған. Орысша КВН түсінбейтін болдым. 2002-2001 үйдегілер қарайды, мен түсінбеймін. Сосын бірақ НТВ-ның передачалары болды, тағы бірінші каналдан, ол кезде көп көрсетілген каналдар ғой. Жаңалықтарды айтып атады, мысалы, что где когда-да бірдеңе талқылайды. Сол актуал тақырыптарды қарасаң КВН-де қойып атады да. И сол қатты ұнайтын болды маған. Мына кеше айтқан нәрсе ғой. Уже зритель не көріп отқанын түсініп бастадым. Жайдан болды да, сөйтіп. Солай маған КВН ұнады. Қазіргі таргет қой. Сол кездің таргеті уақытын. И сөйтіп ұстады, солай кірдім. Одан кейін енді мен шын айтайын, КВН-де мен бір күшті актер болдым, тағы болдым деп айта алмаймын. Мен тексті өзім жазғансын, мен тексті көбірек жаттай алатын болдым да команда. Сондықтан көп рөл менде болды. Егер дәл сол текст жаттай алатын басқа бір харизматичный бала болған кезде мен рөлде уступать ететін едім. Ешқандай проблем жоқ. Сосын КВН бітті, енді таңдау керек. А мен шын бір күшті актермін деп өзімді айта алмаймын. Сондықтан кімнің қолынан не келеді, сонымен айналысқан дұрыс. Мен за кадрлы жұмыс маған көбірек келетін сияқты. Мен сценарий деген нәрсені, адам сезіну, жаңағыдай дүниелер маған ұнайды. Мен сол жаққа қарай кетейін деп бағыт алдым. Сол жаққа қарай жұмыс істедім. Сосын мысалы редакторда көрінбейтін жұмыс қой негізінде. Бірақ ол ұнайды. Командаларды ашу. Енді өзіңіздің ойыңыздағы идеальный кино қандай? Идеальный кино комедияда мысалы 1+1.
маған қатты ұнайтын комедиялардың бірі. Астар бар, барлығы көрсетілген, еще андай күшті түсірілген ғой, әдемі, богатыдан, картинадан да жалықпайсың, екі өмірді көрсетеді, диалогтан да жалықпайсың, актерларды өте қатты таңдалған, қатты ұнайтын кинолардың бірі. Ал егер өзіңіз жазсаңызшы, өзіңіз болашақта жазатын немесе жазғыңыз келетін идеальный кино. Вот соған ұқсағым келеді. Сондай ше. 1+1. Сол соған келетіндей артық ештеңе жоқ та. Әзілдің де нормасы бар, диалогтың да нормасы бар, жалықтырмайды, картина бәрі әдемі. Дәмді міне. Артық емес, кем емес. Осы нәрсе да. Спортивный драма сол жанрда қатты ұнайды өзіме негізінен. Қатты қарайтыным, комедия қарамаймын, спортивный драмалар көп қараймын. Бізде өте көп оқиға жетіп жатыр. Просто түсіріліп жатқан жоқ. Спортивный драмадан кешеде сөйлесіп отыр ғой командадағы жігіттермен. Нені айтады, Формула-1 көрдік қой. Сол Формула-1-нан кейін айтады да, бізде де бәйге бар ғой дейді да. Бәйгені неге солай көрсетпеске, Формула-1 сияқты дейді да. Мысалы, Формула-1-да бейт машина бейт аударылып кетеді да, мысалға. Бізде де оны атпен шауып келеді, құлап қалған баланы солай күшті қылып көрсетуге болады дейді ғой. Мысалға бәйге, енді көкпар жайлы білмеймін, бірақ қазақтың сондай бұларды түсіру үшін бізге мықты сценарист керек, қазақтылықты түсінетін режиссер керек, және осыны бәрін спонсировать ететін қаражат керек. Жақсы осындайды түсінетін, қазақ үшін жүгіріп жүрген ағалар болмаса да енді спонсорлар керек. Мысалы, Бекзат Саттархановтың несінде бар да, киноға кәдімгі тизер ғой анау ше. Вокзалда шар салып тұрады, мамасы айтады да, Түркістан тұрады, олар Шымкентке шар салып тұрды дейді. Алматы сбор, ары қарай Сиднейге кетеді. И бір сол Шымкенттен шығатын спортшылардың біреуінің ағасы ма или папасының танысы бір кісі келді дейді. Сөйтті Бекзатқа жақындады да, яғынан қалап, Бекзат сен шешілмеген жұмбақсың деп дейді. Есі ол жұмбақтың жауабын өзің тауып келесің деп дейді. Біз онда бүйтіп тұрып қалдық дейді. Не айтты мына кісі деп сосын сұрадым дейді. Балам не айтты мынау деп. Мама қазір мен олимпийский чемпион болатыныма осы кісімен мен ғана сеніп тұрмын деп айтты дейді. И вот мына киноға полный не да. Денем тітіркеніп тұр, прям андай мұз жүріп өтті. И вот осы нәрсе бар да бізде. Біз осыны кино қылып жүруге болады да. Үлкен қылып ше. Подвиг қой 20 жаста олимпиаданы алып жоқ болып кету дейтін ше мысалға. Енді дүние өтіп кету дейтін да. Барлық халықтың жүрегіндегі герой ғой. Мысалы біздің балалық кино. Түсірілді ана кино, енді ол жігіттер барынша түсірген. Бірақ оны мысалы анау Движение вверх, Леген номер 17 сияқты түсіре алатындай енді қаражат болса, бізде мамандар бар деп ойлаймын. Мүмкіндік берсе. Қосылам, бізде түсіру керек мәселелер негізі өте көп. Біз алдындағыда режиссер қызбен сөйлесіп отырық қой. Біз енді бастайын деп жатырмыз деп жатыр да ол қызда. Біз уже тойдық, бәрін көріп болдық. Біз енді өзіміздің құндылықтарымызды көрсетейін деп жатырмыз. Әлі ешнәрсе түсірілген жоқ. Жаңа сіз айтқандай беш бармақпен жаңа америкалық қонақтарыңыздың мысалындай. Енді ақыры бізде сценарий жайлы бола тұрайын, сценарийдің жазылу структурасы жалпы қалай болу керек? Енді әркімде енді нелер әртүрлі, заңдылықтар әркім өзі ойлап табады ғой негізінде де. Ең бірінші ізденіс, ең бірінші тақырыпты толық зерттеу, білу, қалай, не ол сол ізденіс. Сосын екінші Библия. Әр персонаждың библиясын полный толықтай жазып шығу. Сен кім адам, ол кім екен білуді. Енді синопсис әрі қарай кете береді ғой, жаңағыдай нелері драматургия осылай болады. Ең бірінші ізденіс пен библиялар мысалға көп жерлерде жоқ. Қысқаша бере салады, паспорты дұрыс емес деген сияқты да. Сол нәрселер болса, ресерч пен библия дұрыс құралса, синопсис болса, әрі қарай уже кететін сияқты. Бүгін кәдімгідей андай көп тақырыптарды қозғап кеттік сценарий бойынша, анағанда өттік, мынағанда өттік. Көп сөйлеп жүрсем енді кешірім сұраймын. Наоборот, мен сізді тыңдай бергім келіп жатыр да, қайта тыңдай бергім келіп жатыр. Бірақ уақытымызда кеп қалды. Оны өзіміз дальше шаймен не істей береміз ғой. Бір отырған кезде нүктесін қоя береміз. Бүгін алу керек нәрселерді алдық. Мен шынымен де енді сценарий бойынша көп информациялар алдым. Жаңағыда сен айтып отқан мәселелеріңізден көрермендерге де бір түртіп алатын моменттер болды деп ойлаймын. Жалпы бұл подкастында негізі мақсат та сол. Бір әйтеуір бір адамға пайдалы болсақ, бір сценарий, мысалы сіздің артыңыздан да сіздің фанатыңыз болып сценарист болып кеткісі келетін адамдар да болуы мүмкін. Құдай қаласа енді болашақта да бірге жұмыс істейміз деген ойдам. Құдай қаласа. Өзіңізді де
иә, өйткені андай құндылықтарымыз ұқсап жатыр да. Болашақта да сіздің де өзіңіздің ойыңызда жүрген бір керемет Қазақстанды көтеріп жіберетін, соны Голливудтарға дейін кетіп қалатын кинолар, иншалла сценарийларын жазуыңызды Алла нәсіп етсін. Амин. Осы өзіміздің, мен режиссурадан өзіңіз сол бағытта, әркім өз бағытында осы Қазақстанды көтеріп, иншалла бір керемет жұмыстар жасаймыз деген ойдамын. Алла соны нәсіп етсін. Кішкене болса да пайдамыз тисе, жалпы елге қуанышты жұмыс нәтижесі деп ойлаймын. Соған қарай бағытталайық. Рахмет көп. Алла разы болсын. Рахмет. Бүгін біздің подкаст осымен аяқталды. Жалпы алдағы уақытта да бізде осындай керемет қонақтар болады. Сол үшін біздің каналымызға тіркеліп қойып, айтады колокольчикті бас, подписаться ет деп комментарий жазып, болашақта қандай сіздерге кімді көргілеріңіз келеді, немесе қандай сұрақтар сіздерді мазалайды деген болса комментарийға барынша қолдаулар күтеміз. Сол сіздерге рахмет.